Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар, көрермендер, комиссия мүшелері. Менің есімім Райна Дәржанова, жасым 8-де. Дәл қазір менің өмірім ата-анам жасап берген шағым керемет әлемде өтіп жатыр. Мен жолым болды, себебі мен бейбіт әлемде өмір сүріп жатырмын. Ал менің ең басты міндетім тек сапалы білім алғана, қарапайым есептерді шешу, ана тілінде жетік меңгеру, әлемді тануға алғашқы қадамдар жасау. Алайда, біраз ғана жыл балалық кезеңнен соң мен қарбаласқа толы, денсаулыққа зияны көп болатын үлкен өмірге аяқ басамын. Мен өсем дегенше өндірістің көп бөлігі автоматтандырылып, ақылды машиналар жұмыс жасайтын кезең болуы мүмкін. Алайда экологиялық тұрғыда жер өте қиын жағдайда болатыны сезіледі. Қазір айналамызда болып жатқан экологиялық қарқынды өзгерістер және олардың салдары үрей туғызады. Бұл өзгерістерді сипаттап беру үшін мектептегі жаратылыстану сабақтарын еске алу керек болады. Көміртек негізгінен құрылысы бойынша өте мықты қосылыс. Көп ғасырлар бойы жер табиғи көміртек алмасуын жүргізіп отырды. Біраз бөлігі бөлініп ауаға ұшты. Белгілі бөлігін қор ретінде сақтап, баланс ұстап тұрды. Алайда адамзат дамып өндірістік революция басталғаннан бұл баланс бұзылып бастады. Жер қойнауында сақталып тұрған көміртек көлемі белсенді түрде ауаға шыға бастады. Нақты айтатын болсақ, көміртектің ауаға таралуы 40%-ға өсті. Ал ауада көміртек бөлшектерінің көп мөлшерде ұзақ сақталу сол ауаның жылуын ұстап тұрады. Бұл қажет болмайтын артық жылу мөлшері. Оның 90%-ын мұхит сулары жұтып алады. Ал ол ауамен қоса көміртек бөлшектері де мұхит суының құрамына кетеді. Соның салдарынан мұхит суының қышқылдығы жоғарылауда. Мұхит суының қышқылдануы ол жерде өмір сүретін балықтардың санының азаюына және олардың улануына алып келеді. Мен осы өзгерістерді жайында көрген кезінде мен өз достарымнан сұрадым. Болашақта қалай көргілерім келеді деп сұрадым. Олардың жауаптары мені өте қызықтырды. Болашақта көліктің орнына ұшатын турбояқ киім ойлап тапқым келеді. Онымен адам кез келген жерге ұша алады. Біз қазір таза суды литрмен сатып алып жүрміз. Мен болашақта сол таза су тапшылығын жоятын жолдарын ойлап тапқым келеді. Жер бетіндегі барлық қоқысты жинап алып, галактика аралық кеңістікке жіберетін құрылғы ойлап тапқым келеді. Мен табиғатты ластамайтын электромобильдер ойлап шығарғым келеді. Мен болашақта ормандардың кесуді тоқтаса екен деймін. Менің ұстанымым әлемді өзгертуді өзіңнен баста. Өз үйіңнің айналасын таза ұста. Көгалдандыруға атсалыс, қоқысты контейнерлерге бөліп таста. Жаңа зат сатып алатын кезде бір рет қолданатын емес, мейлінше ұзақ пайдаланатын затты ал. Осындай қазір қолымыздан келетін әрекеттермен болашақты өзгертуді бүгіннен бастайық. Біздің жеріміз таза.